Армысыздар, Алтай телеарнасының тікелей эфирінде елге қызмет хабары, студияда мен Қуаныш Амантайұлы. Бүгінгі бағдарламада аймақтағы мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Сайранхан Қабышұлы, Қабыш, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары бүгінгі студиямыздың қадірлі қонағы. Сайранхан Қабышұлы, студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан хабар барысында студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса 52 24 49 нөміріне қоңырау шалуларыңызға болады. Сондай-ақ WhatsApp желісінде жұмыс істеп тұр. 837 235 1034 нөмірі. Сауалдарыңызды қабылдауға дайын. Тек ескерте кетейік, WhatsApp желісіне қоңырау шалудың, дыбыстық хабарлама жолдаудың қажеті жоқ. Ол тек жазбаша сауалнаманы қабылдауға арналған. Сайранхан Қабышұлы, тағы бір мәрте студиямызға қош келдіңіз дейміз. Енді мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі деп жатырмыз ғой. Хабарымызды әуелі сіздердің департаменттеріңіз өткен жылды қалай аяқтады, жалпы жұмыс қорытындысына тоқталсаңыз. Қайырлы күн, рахмет. Алтай телеарнасына кезекті сөйлеу мүмкіндігімен алаң ұйымдастырғандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Шығыс Қазақстан облысы бойынша кірістер департаменті бұл қаржы министрі мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органы болып есептеледі. Біз салықтағы әкімшілендіру мен кеден саласындағы мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын атқаратын орган болып табыламыз. Қазіргі кезде департаменттің штатында 495 адам жұмыс істейді. Оның 257 орталық аппаратта, 238-і қала мен аудандардың мемлекеттік кірістер басқармаларында жұмыс істейтін адамдар. Енді биылғы жылдың 1 қаңтарында жағдай бойынша 2024 жылғы департаменттің қысқаша істеген қызметінің қорытындысын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Салық облысымызда барлық заңды тұлғалардың саны 16 мыңнан асады. Жеке кәсіпкерлер 57 мың, жеке тұлғалар 785 мың, қосымша құн салық төлеушілері 3973 және акциз төлеушілері 103 болып саналады. Сонымен қатар 8 ірі мониторинг компаниялары бар. Оларды атап өтетін болсақ, ең ірі өздеріңіз білесіздер, Казцинк, УМЗ, ТМК, Восток Цветмет бар, Нукатец, Өскемен құс фабрикасы және Бұқтармат цемент компаниясы мен біріккен энергосервистік компания бұрынғы Вакарек. Оларды осы 8 мекеменің мемлекеттік бюджетке үлесі ауқымды, атап айтатын болса 43,3 миллиард теңгені мемлекеттік бюджетке осы құйғандағы үлестері осы 8 мекеменің 13,5%, ал жергілікті бюджеттің 21%-дан артық осы 8 мекеменің мөлшерін. Енді соңғы 5 жыл ішіндегі негізгі біздің жұмысымыздың қорытындылай кететін болсақ, жергілікті бюджеттің түсімдерін жоспарын толық орындалып, сондай-ақ түсімдерін өсу қарқыны жоғары динамиканы көрсетеді. Мысалға айтатын болсақ, 21 жыл ішінде жоспардың орындалуы 105%, түсімдердің өсу қарқыны 120%-ға көтерілді. Яғни 20 жылмен салыстырғанда 18 миллиард артық жергілікті бюджетке төленді. 22 жылы өткен жылмен салыстырғанда 18,5 миллиард, 23 жылы 22 жылмен салыстырғанда 38,6 миллиардқа, 24 жылы өткен жылмен салыстырғанда 36 миллиардқа артығымен төленді. Яғни 4 жылдың ішінде өсім қарқыны 205%-ға артып, оны 112 миллиардтан артық жоспардан артық орындап бюджетке құйып бердік. Енді жергілікті бюджеттің түсімдерінің әр салық жағынан үлесін айтатын болсақ, жеке табыс салығы түсімдерінің жалпы сомасы 32,8%, әлеуметтік салық бойынша 26%, корпоратив табыс салығы бойынша 21%,
және мүлік салығы 6%-ын құрайды осы бюджеттің. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер органдар жергілікті бюджетке қосымша резервтерді өндіріп алу бойынша ауқымды жұмыс атқарылады. Оны атап айтатын болсақ, бірінші бағыт мына камералдық бақылау. Бұл салықтық есептелікті тексеруге шықпай-ақ, қашықтан тексеріп, үлкен деректер массивтерін өңдеу арқылы жүзеге асырылады. 2024 жылы жергілікті бюджет бойынша 23 мың камералдық бақылау хабарламалар пысықталды. Қосымша есептеу соның арқасында 4,5 миллиард теңге бюджетке жоспардан бөлек өндіріліп алды. Енді оны мысалға мекемелерді айтпай-ақ қойсақ да болады. Оның ішінде енді сонымен қатар медициналық сақтандыру қорына төлемдерді дұрыс есептемеу фактілері бойынша бізде 8 мың 2022 жылы бойынша 8 мың хабарлама қалыптастырылған. Соның нәтижесінде, жұмыстың нәтижесінде 87 миллион теңге қосымша өндіріліп, медициналық сақтандыру қорына құйылды. Бұл да біздің бір денсаулық сақтау жүйесінің жұмысына зор үлесіміз тиді деп ойлаймыз. Келесі бағыт уәкілетті мемлекеттік органдармен жұмыс, яғни азаматтар үшін үкімет уәкілетті мемлекеттік органдардың деректерін және салық есептелген нысандарын салыстыру арқылы бақылау нәтижелері бойынша қосымша резервтер қамтамасыз етілді. Оның үшін атап өтетін болсақ, мүлікке салынатын салық бойынша 161 миллион, жер салығы бойынша 36,5 миллион, жер учаскелерін пайдаланған үшін төлемақы уәкілетті органдардың мәліметтерін пысықтау нәтижесінде бюджетке 107,5 миллион теңге, заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық есептелген нысандарын уәкілетті мемлекеттік органдардың базасымен салыстыру нәтижесінде 37 миллион теңге сомасында, және уәкілетті органдардың бірлескен іс-шаралары нәтижесінде жарнама ақысы бойынша қосымша 32 миллион теңге қамтамасыз етілді. Енді тағы бір үшінші бағыт ол салықтық тексерулер дейді. Салықтық тексерулердің нәтижесінде биыл өткен жылғы нәтижесі бойынша республикалық бюджеттен бөлек жергілікті бюджетке 975 миллион теңгені өндіріп алдық. Сонымен қатар кедендік әкімшілендіру бойынша, яғни білесіздер, біздің облысымыз солтүстік шығысымызда Ресей, оңтүстігімізде Қытай мемлекеті бар. Сол екі мемлекеттің арасында, жаңа Қазақстан-Ресей шекарасында Уба автомобиль өткізу пункті бар. Ол жерде айына 1900-ден астам автокөлік құралдары өтеді. Ал Қазақстан-Қытай шекарасында Майқапшағай кеден бекеті бар, онда орташа жүк өтілімі 1800 көлік бір айдың ішінде өтеді. Кедендік рәсімдеуде бізде 3 кеден бекеті жүзеге асырылады. Ол Өскемен ЦТО, әуежай Өскемен және Майқапшағай кеден бекеттері. Енді сыртқы сауда айналымына келетін болсақ, 2024 жылы 3,4 миллиард ақш долларын айналымға, оның ішінде импорт 739 миллион ақш доллары болса, экспорт 2,7 миллиард ақш долларын құрады. Енді 23 жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда жалпы өсім бірталайға артып отыр. Енді салықтық және кедендік әкімшілердің негізгі бағыттарының қысқаша тоқталатын болсақ, соны қорытындылап, енді оның ішінде берешекті өндіру, яғни қарыздарды өндіріп алу нәтиже жұмысының арқасында бізде 1,6 миллиард теңгені өндіріп алынды. Салық аудиты және кеден аудиты бойынша 17,5 миллиард теңге өндіріп алдық. Камералдық бақылау бойынша резервтер 8,8 миллиард теңге құралса, тіркеуі жарамсыз деп танылған салық төлеушілерге сот арқылы өндіріп алынған, ол 108 миллион теңгені құрады. Жақсы. Рахмет, енді өткен жылы біршама істің басы қайырлығын көріп отырмыз. Тағы бір айта кететін дүние, барлық салада жаңа жылдың келуімен енді көптеген өзгерістер, жаңашылдықтар енгізіліп жатады. Енді ол салық заңнамасындағы жаңашылдықтар мен өзгерістер туралы айта кетсеңіз.
енді салық заңнамасына өзгерістер туралы айтатын болсақ, ең бірінші өздеріңіз жалпыға бірдей декларациялаудан бастайық. Қазақстанда жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау жүйесін енгізу 2021 жылдан бастап жүзеге асырылған болатын. Биылғы жылы үш кезең шеңберінде жалпыға бірдей декларациялау 4 миллионнан астам адам қатысып, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер, квази мемлекеттік сектор басшылары, бизнес өкілдері және олардың жұбайлары кірді. 2025 жылы декларацияны ұсыну бойынша міндеттемелер азаматтардың қалған санаттары туындайды. Ол яғни бұл шамамен 8 миллионнан астам адам ішінде болу керек. Оның ішінде жеке құрылымдардың қызметкерлері, зейнеткерлер, үй шаруасындағы әйелдер, студенттер және осыған сай басқа тұлғалар. Енді мемлекет басшысының жалпыға бірдей декларациялау тәсілдерін қайта қарау туралы тапсырмасын іске асыру мақсатында ел аумағынан тыс жерлерде активтері бар адамдарды қоспағанда азаматтардың осы санатын активтері мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынудан босату ұсынылған болатын. Бұған мемлекеттік органдардың дерекқорын, бұған себеп мемлекеттік органдардың дерекқорларын цифрландыру, қолма-қол ақшасыз төлемдердің жоғары үлесі, яғни ол бұрын қазір қолма-қол ақшасыз төлем 86%-ды құрайды бізде Қазақстанда, яғни елдің бәрі Каспий мобильді қосымшаларды пайдаланады, ешкім көп қолма-қол ақшамен жұмыс қазір азайды. Соның арқасында автоматтандырылған салықтық бақылау, халықаралық келісімдер шеңберінде қаржы шоттары бойынша деректер алмасу, сондай-ақ цифрлық қызметтің кең қол жетімділігінің арқасында бұл төртінші кезеңден 8 миллион адамның 90%-ы тапсырмайды. Оларға енді босатылады деген сөз. Ол босату осы санатта 90%-дан асады. Жеке тұлғалардың қолда бар активтері тіркеу үшін барлық цифрлық дерекқорларын, оның ішінде екінші деңгей банктердің мәліметтерін алу тетігі қамтамасыз етілген. Бірақ та болашақта 20 айлық есептік көрсеткіштен асатын, яғни 74 миллионнан артық сомада мүлік сатып алынатын болса, онда шығыстарды жабу көздері туралы ақпарат ашылуға тиіс. Сонымен қатар азаматтарға ерікті түрде декларациялауға құқығы беріледі. Енді жыл сайынғы кірістер мен мүліктер туралы 270 нысанда форма декларациясы мемлекеттік қызметкерлерге, квази мемлекеттік және компаниялардың басшылары, құрылтайшылары, олардың жұбайларына осы Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде активтері немесе дербес салық салуға жататын кіріс алған жеке тұлғаларға сақталады. 2025 жылғы жеке тұлғалардың қай санаттары активті міндеттемелер туралы тапсырады деген сұраққа енді жалпыға бірдей декларациялау 4 кезеңін алып тастау тұжырымдамасын қайта қарау аясында кейбір жеке тұлғалар үшін міндетті декларациялар сақталады. Олар заңнамалық деңгейде енгізіліп жатқан түзетулерге сәйкес жеке тұлғалардың активтері мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыру міндеті келесі санаттарға, яғни шетелде мүлкі бар Қазақстан Республикасының азаматтары мен резиденттері, жеке практикамен айналысатын тұлғалар, олар адвокаттар, медиаторлар, нотариустар және сот орындаушылары бар. Декларацияны ерікті түрде тапсыруға өз еркімен қалайтын азаматтар, сайланбалы және мемлекеттік лауазымға түсетін адамдар тапсыру керек, және банктерді бағалы қағаз нарығының сақтандыру ұйымдарының ірі қатысушылары болып қатысатын адамдар, қалайтын тұлғалар осылай жататындар. Енді шетелдегі декларацияға жататын активтер, олар жылжымайтын мүліктер, көлік құралдары, шетелдік банктердегі шоттарда ақшалай қаражаттары, егер оның сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен асса, яғни 3 миллион 600-ден асатын болса, олар тапсыруға міндетті.
және инвестициялық жаңа бағалы металдар болса, шетелдік компанияда тұрғын үй құрылысында қатысушылар үлестері болса, бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары болса, брокерлік шоттар, шоттағы қаражат, зияткерлік меншік объектілер, авторлық құқықтар, цифрлық активтер және құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын мүлік болса, яғни антиквариат, жаңағы салтанат заттары, тағы басқалар болса, олар міндетті түрде тапсыруға. Енді декларацияны тапсыру мерзімі биылғы жылдың 1 қаңтарынан 15 қыркүйекке дейін уақыт беріледі. Декларацияны салық төлеушінің кабинеті немесе электрондық үкімет порталы, e-салық азамат, e-салық бизнес және Каспий КЗ, халық, банк центр, кредит, мобильді қосымшалар арқылы электронды түрде жүзеге асыруға болады, тапсыруға болады деген сөз. Енді қазіргі уақытта 2026 жылда күшіне енетін жаңа салық кодексінің жобасы қаралуда. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі уақытта жаңа салық кодексінің жобасы парламент мәжілісінің қарауында және жобаға қосымша өзгерістер енгізілуде. Жаңа салық кодексі жобасын дайындау ұлттық экономикалық министрлік жанындағы жұмыс тобының қатысуымен жүргізіледі. Бұл жаңа кодекстің ережелері туралы мемлекет басшысы қол қойылып, ресми жарияланғаннан кейін біздің мемлекеттік кірістер органдары оны түсіндіру жұмыстарын ары қарай жалғастырады, толықтай жүргізеді деген сөз. Салық кодексі жаңа салық кодексі жаңа президенттің халыққа жолдауында қойылған талаптар мен міндеттерді ескере отырып әзірленді. Жаңа салық кодексін әзірлеу шеңберінде салық төлеушілердің әкімшілік жүктемесі төмендету, бизнестің дамуына оңтайлы жағдайлар жасау, фискалдық әкімшілендердің сапасын арттыру мен салықтық бақылауды барынша цифрландыруды қамтамасыз ету мақсатында салықтық әкімшілендері бойынша тәсілдерді қайта қарастырылуда. Енді әкімшілендірудегі екпін салық төлеушінің тіркелген сәтінен бастап бүкіл қызметі бойында жұмсақ фискалда сүйемелдеу енгізу арқылы бизнеске қолдау көрсетуге бағытталатын болады. Бүгінгі таңда жеке кәсіпкерді тіркеу хабарламасы сипатта жүргізіліп отыр. Сондықтан сол әдіспен жеке практикамен айналысатын қалған адамдар, яғни жеке кәсіпкерге тіркелу үшін мемлекеттік кірістер органдарына барып қажеті жоқ, үйде отырып онлайн тіркелуге болады. Соның сандарын көбейтіп жатыр. Енді салықтық есептілік ұсыну бойынша айтатын болсақ, бірінші кезекте салық есептілік нысандарын саны қазір 30%-ға қысқарады. Бірақ салық жеңілдіктерін қолдану кезінде толтыруға міндетті кейбір жолдардың нысандарға қосылып қана белгіленген. Егер міндеттемелер сомасы 1 миллион теңгеден аспаса, мүлік салығы және жер салығы бойынша ағымдағы төлемдердің есеп қисабын жою ұсынылады. Егер төлемдер сомасы осы шектен аз болса, салық төлеуші тек жыл қорытындысы бойынша декларация тапсырып, ары қарай салығын төлей салды, 1 жылда бір рет. Енді көлік құралдарын заңды тұлғалар бойынша оларға да есеп қисап тапсыруын қажеті жоқ. Ол уәкілетті органдардың мәліметі бойынша алынып, оны есептелінеді. Сонымен қатар қазір декларация ұсынылмаған жағдайда айыппұлдан бас тарту жаңалықтардың бірі болып тұр. Яғни декларациялар тапсырмаса бұрын айыппұл салынатын, қазір ол алынып тасталды. Яғни ол тапсырмайтын болса, ол нөлмен тапсырды деп есептеледі, ары қарай есепке алынады. Яғни бұл да бір жақсы бір нышан дейміз, өйткені кәсіпкерлерге барлық жағдайлар жасалып жатыр деген сөз. Салық кодексінің қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға, жаңағы лицензиялан пайдалану үшін төлемақы, сыртқы, бұрын реклама туралы салықтар оның бәрі алынып тасталынды. Кейбір көп КБК дейді бізде, табиғи ресурстар пайдалану үшін бір төлем, орман және өсімдік ресурстарын, жануарлар дүниесіне, жер үсті көздерін су ресурстарын пайдалану үшін төлемдердің бәрін біріктіріліп, бір ғана КБК-да ғана қолданылатын болады.
Енді келесі мәжбүрлеп өндіріп алу жұмысына келетін болсақ, салық берешегін өндіріп алу кезіндегі тәсілдер айтарлықтай қайта қаралды. Бұрын бізде салық кодексінде 6 айлық есептік көрсеткіштен ашса ғана шара қолданылатын салыққа, ал әлеуметтік аударымдар 1 теңгеден асса оларға шара қолданылатын. Ал енді қазір оның бәрін алып тасталды да бір шекті тиісінше 20 айлық есептік көрсеткіштен асса ғана оған шара қолданылады. Салыққа, ал әлеуметтік аударымдар 6 айлық есептік көрсеткіштен ашса ғана шара қолданып өндіріп алынады. Енді оның ішінен онда жеке барлығына бірақ шара қолданылмайды, бөлінеді. Яғни 20 айлық есептік көрсеткішке дейін салық берешегі құрылса, ол хабарламаға жіберіледі. Егер төленбесе, өсімпұлдар есептеленіп болады. Басқа әдістермен шаралар бұнда қолданылмайды. Тек қана пене ғана жүреді деген сөз ғой, өсімпұл. 20 айлық көрсеткіштен 45 айлық есептік көрсеткішке дейін берешек кезінде хабарлама жіберілетін болады. Бұл борышты өтемеген жағдайда салық берешегінің сомасына шығыс операциялары тоқтатылады. Тек сол тоқтатылған сомаға ғана инкассалық өкімдер шығарылады. Ал 45 айлық есептік көрсеткіштен жоғары берешек кезінде мүлікті тізімдеу, сату, дебиторлық есептен өндіріп алу қолданылады. Яғни мүлкін сатылады, дебиторлар болса солардан өндіріп алынады. Сонан кейін тағы бір 3 айдың ішінде егер берешек өтелмеген жағдайдың болса, заңды тұлғалардың басшыларынан сыртқа шығуға шектеу қойылады. Сыртқа дегенде Қазақстан аумағынан шыға алмай қалады. Егер 3 айдың ішінде сол қарызды төлемесе, мекеменің басшысына сонда шектеу қойылады. Бұдан басқа салық кодексінің жобасында енді арнайы салық режимдерін қолдану бойынша өзгерістер өтіп жатыр. Мысалға келетін болсақ, топтарға біріктірілген 3 режим өзін-өз жұмыспен қамтығандар үшін жеңілдетілген декларация негізінде шаруа немесе фермер қожалықтар үшін жұмыс істейді деп ұсынылады. Өзін-өз жұмыспен қамтығандар үшін шекті табыс жылына 15 миллионға дейін онда жеке табыс салығын төлемейді, ставкасы 0, тек әлеуметтік төлемдерді ғана төленеді. Ал жеңілдетілген декларация бұрынғыдай 2-3 миллиардқа дейінгі табыс бөлу шек табысы соған дейін жеке табыс салығы 4%. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, маслихат егер шешетін болса, ол 2%-ға дейін төмендетуге. Біздің облыстарда бізде барлығы, әр ауданның барлығында бізде 50% жеңілдікпен төлеп отыр бүгінгі күнде. Сондай-ақ 26 жылдан бастап жеке табыс салығы бойынша өзгерістер ұсынылады. Табыстың жекелеген түрлері бойынша сараланған ставкалар енгізіледі. Енді әлеуметтік салық бойынша әлеуметтік салық ставкасын 6% белгілеп отырып, әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдардың өзара байланысын алып тастау көзделіп отыр. Арналы салық режимін қолданатын адамдарды әлеуметтік салық төлеуден босатуға көзделген. 2026 жылдан бастап корпоративтік табыс салығы бойынша сараланатын ставкалар енгізілуде. Егер енді осы қызметін интернет платформа арқылы жүзеге асыратын тұлғалар үшін әлеуметтік төлемдер мөлшерлемесінің мөлшерін 1%-ға дейін төмендету. Ол 2020 жылы қыркүйекте мемлекеттік кірістер комитеті Яндекс деген қосымша бар ғой, сонымен бірлесіп платформалық жұмыспен қамту бойынша пилоттық жобаны іске қосып қойған. Яғни кім таксистер, Яндекспен жұмыс істейтін таксистер, ол өздері салық декларацияны тапсырып, төлеп әуре болмайды. Оның міндетін жаңағы Яндекс мекемесі өзінің мойнына алынған. Яғни такси болып тіркеліп, сонда тіркелетін болса жеке, оның міндеті тек жеке кәсіпкер болып тіркелу. Сол жаңа мобильдік қосымша деген салық режимін қолданылады. Яғни ол үшін жаңағы
1% жеке табыс салығы, сонан кейін 1% зейнетақы аударылымы, соцотчисление де 1%, сонан кейін медициналық сақтандыру. Сон төртеуін 1% ғана, оның 3% өзіне түседі, 1% мемлекетке түседі деген сөз. Ол өте ыңғайлы таксистерге. Оны жаңағы Яндекс өзі ұстайды да, тапқан табысынан бюджетке и неге аударылады. Сол енді осы мүмкіндікті пайдалана отырып, автокөлік құралдарының иелеріне, жеке тұлғалардың 2024 жылға көлік құралдарын салық төлеу мерзімі осы биылғы жылдың 1 сәуірінде аяқталатын еске саламыз. Енді көлік құралдарына салынатын салық сомасына веб-порталдың калькуляторымен есептеп, салық азамат мобильді қосымша көмегімен есептеуге болады. Көлік құралдарына салықты салық азамат мобильді қосымшалары немесе екінші деңгейлі банктер арқылы, сондай-ақ банк бөлімшелерінде немесе төлем терминалдарында, банкоматтар мен төлем терминалдарында банк карталары арқылы төлеуге болады. Жақсы. Енді тағы бір айта кететін дүние, қазіргі таңда мына цифрлық технологияның дамыған заман дейміз ғой. Азаматтар қандай да бір қызмет алу үшін болмаса бір мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін арттыру мақсатында мына мемлекеттік кірістер органдары осы цифрландыру шеңберінде қандай жұмыстарды жүргізіп жатыр, қандай мемлекеттік қызметтер осы форматқа көшті, соған тоқталсаңыз. Енді мемлекеттік қызмет көрсету, ол мемлекеттік органдар қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады. Қоғамдың мемлекеттік кірістер органының қызметтеріне қанағаттандыруын арттыру және мемлекеттік қызметтің сапалы көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында кірістер комитеті мемлекеттік қызметтерді көрсету процесін автоматтандыру, қызметтерді көрсету процедураларын оңайланту, қажетті құжаттар тізбесін және мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдерін қысқарту бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізілуде. Осылайша қазіргі уақытта мемлекеттік кірістер органдарында 42 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде 25 салық және 17 кедендік бағытта. Солардың ішінде яғни 38-і немесе 90,5% бұл қызметтердің автоматтандырылған немесе электронды түрде қызмет электронды түрде форматта көрсетіледі. Салық төлеушілерге электронды қызметті алуды ыңғайлы ету мақсатында кірістер комитетінің қолданыстағы ақпараттың жүйелері, яғни салық азамат, салық бизнес, мобильді қосымшалар енгізілді және ол жұмыс істейді. Сондай екінші деңгейлі банктер өзара қимыл жасау арқылы салық есептелігін ұсыну, салықтарды төлеу, жеке кәсіпкерде тіркелу мүмкіндіктері осы мобильді қосымшалар арқылы жүзеге асырылады. Ешқандай үйде отырып, интернетпен, компьютерде отырып барлық жұмысты бітіре салуға болады. Немесе жаңағы қолымыздағы мобильдік телефонмен арқылы барлығын. Сонымен қатар осы қазір былтырдың өткен жылдың соңынан бастап 7 жүйе дейді бізде функционалдық ішінде не сияқты программалары бар, соның барлығын біріктіріп жаңа ақпараттық жүйені толығымен іске қосу жоспарлануда. Ол енді салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі деп аталады. Айта кету керек, бұл жүйе барлық жаңағы жеке программаларынан кірмейді. Бізде бірақ программамен кіреді да, соның ішінде қызмет көрсетеді. Ол енді құжаттарды өңдеу уақытын 1 минутқа дейін қысқартуға, яғни 250 мың адам бір мезгілде осы программаға кіріп, өз қызметтерін алады. Ешқандай ол жерде кедергі болмайды. Осымен қатар жүктелген міндеттемелер аясында бізде қызметтерді көрсету уақытын қысқарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Енді Сайрахан мырза, бізге берілген уақытта өз мәресіне келіп жетіп қойыпты. Жалпы мемлекеттік
кірістері департаментінің аймақтағы жалпы өткен жылы ауқымды жұмыс атқарғанына көзіміз жетіп отыр. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада аймақтағы мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі төңірегінде әңгіме өрбіттік. Студия қонағы Сайранхан Қабышұлы Қабыш, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары болатын. Ал біз сіздермен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.